Мына қазақ айтады, орамал тақпаған әйел арын ұмытады дейді. Күйеуінің барын ұмытады. Орамал тақпаған әйел істеген тамағына шашы түседі, келген қонағына назар түседі. Орамал тақпаған әйелдің күніне 70 шаш түседі. Ақыретте түскен шаштың әрқайсысына жауап беретін боласыздар. Бастарыңыздағы шашты әурет деп білсеңіздер, мұнан тастамаңыздар. Құран оқығанда бастарыңызға салт етіп қойып отыра бересіздер. Ол ондай емес. Мына әнің рағымырай. Апамыздың алқасы, қошемет тұрып отырайық. Әпкеміздің алғасы, осы тойдың болғаны, ол жас бауырымның арқасы. Қаттыра көріп отырайық, шабылып шашықпай. Ағайындар қайда екен, жұлдыз бекен, ай мекен, айналайын қайшылар, ей, шапалақтарың қайда екен. Жақсылап қол соғып қояйық. Рахмет, аман болыңыздар, той қыласын. Енді қазақ айтады, қонаққа бармаған қонағын жөндеп күте алмайды деген. Қонаққа барсаң күте біл дейді. Алланың барына, ақыреттің барына сенген адам келген қонағын дұрыстап күтсін деген. Осы екі кісіні қонақ жайлығы көңілдеріңіз шығып жатса, бір қол соғып қойсаңдар болады. Сіздерге рахмет. Рахмет сіздерге, аман болыңыздар. Келіңіз өзіңізге тартсын. Жақсылап тәрбиелеп үйретесіз. Тап-таза қылып үйретесіз, Құдай қаласа. Ырымалды келін ғой, келіңіз. Ырымалды ма? Иә, кенжесі, рахмет. Ең бастысы, әулетке ең бірінші түскен келін адамнан түссе керек, одан кейін осындай келіндер жалғаса берсін. Ал құрмет қонақтар, қызарып атқан күн жақсы, күлімдеп батқан күн жақсы. Мен сіздермен қоштасам, көріскенше күн жақсы ағайындар. Бәрі сенің ырысың, бәрі сенің жұмысың. Халқым саған рахмет, менің де біт жұмысым. Баршаңыз биге асықпаңыздар үйге. Сіздермен бірге болған мен Дмитрий Нагиев деп қойсаң, биге шығыңыздар ағайындар, той боласын. Тарқамайым жас келін үйге алып кірейік. Билейміз жігіттер, қайтпаймыз. Қоңыраттар сіздердің құрметтеріңізге. Бұл ырза болсаңдар той боласын ағайындар.